Tası serialдың сыныптасы. Жігіттердің тасы сериалдың сыныптасы. Нақ. Балдар. Стиль таза кузов орда. Балдар. Стиль таза кузов орда. Балдар. Бізде бүгін, короче, съемка болып жатыр. Қазір күшті бір съемка шығарамыз. Өте бір керемет съемка. Бастайын деп келген болатынмын. Енді осы Қытайда жүргенім, әйтеуір бір нәрсені бастап жатқаным барлығы сіздердің қолдауларыңыздың арқасында ең алдымен. Сол себепті бүгін Гуанчжоу қаласы бүкіл әлемдік сауда орталығының қайнар көзі. Бүкіл әлем киім-кешекті дәл осы жерден алады. Брендтің люкс копиясын жасаудан номер 1 қала. Тіпті өзінің жеке брендіңді ашуға да болады. Ең танымал брендтердің заводы осы Қытайда орналасқан. Сіз киіп жүрген бренд Европадан келгенімен Қытайда жасалған болуы мүмкін. Бір ақпарат, Гуанчжоуда 21 миллион адам тұрады және 8 миллионға жуық турист пен саудагерлер өмір сүреді. Оқырмандармен көрген білген нәрселермен бір бөлісіп қойсам ба деген. Роднойлар, сіздермен бір адушный әңгімелескім келіп отыр. Жалпы Қытайда жүргеніме бүгін ровно 13-ші күн екен. Ислам брат, енді жүрсеңізші мәке Қытайды көріп қайтайық дегеннен кейін заодно өзіме де қызық болды. Мына жақтың натури бағалар сондай арзан ба? Одан кейін сіздермен пайдалы ақпараттар болса бөлісіп отырайын, заодно өзім контент жасайын деген ниетпен келген болатынмын. Негізі көп нәрсені салған жоқпын, өйткені баға деген нереально арзан. Мынау кәсіпте жүрген, бизнес жасап жүрген достарым, таныстарым ренжіп қалама дедім. Айтқым келгені 13 күн жүріп түсінгенім, Қытайға келіп бизнес бастау керек еді, бір тауар көру керек еді, үйге товар, зат алдырту, киім, посуда, техника алдырту керек еді деп жүргендер болса, осы жаққа келу керек еді деп жүргендер болса, мен айтайын, лучше келмей Қазақстанда отырып алып, үйіңіздің алдына тапсырыс беруге болады. Просто бұл жаққа келіп, уақытыңыз бен ақшаңызды жоғалтуыңыз мүмкін. Себебі қазір Қытай қатты дамып кеткен, бір тауарды көру керек болса, сайтқа кіріп, просто түрін, түсін, светін, размерін барлығын қарап, қалаңызға дейін тапсырыс беріп, одан үйіңізге дейін алдыртып алуға болады. Қытай датылы сондай мүмкіндіктерге дейін жасап қойған. Бір сөзбен айтқанда, болмайтын бір андай курстарды сатып алып, біреу Қытайға апарам десе, артынан еріп келіп, 1 миллионға, 500 мыңға, 300 мың, 100 мыңға андай бір курстар сатып алып, ақшаңызды шығын қылмай, жан-жаққа шашылмай, лучше сол қолыңызда бар ақшаны просто Қытайдан тауар заказ беріп, бизнесіңізді бірден бастап кетсеңіз болады. Қытайға келдіңіз не? Сайттан алдыңыз не? Сайт арзанырақ, чем мына жаққа шығын. Кеше тауар алғым келді, осы жақтан оптым алайын десем, маған 1000 штук, 500 штуктан басталады дейді. Маған ондай керек емес. Сол үшін осы жақта отырып, сайттан заказ бердім де, ойлаңыздаршы. Оны Қазақстанда отырып істей берсем де болады негізі ше. Сол себепті айтайын дегенім, түсінгенім, шығын болмаңыздар. Просто Қазақстанда отырып алып жасай. Достар, Қытайда, Дубайда сияқты кешкісін отельдің алдына мопедпен келеді да, короче, фрррр келеді да. Дәл осындай қағаздарды шашып кетеді, короче. Йо-май, не деген сұмдық, қараңыздаршы, таңдай. Не деген сұмдық. Ужас, мен таң қалдым ше. Лас көшелердің бәрі. Мен тазалауым керек па, или? Короче, бізде екінші съемка осындай бір кітаптардың арасында білімнің арасында түсіріп отырық, брат. Біліммен нарланып жатырық қой. Нарын алып жатырық, білімді болайық, ұрпаққа көмектесейік. Айнан кіреміз кітапқа. Білім алатын, кәдімгі білім алатын бұрыш. Ой, біраз болып қапты. Тіске келмегелі тісті қаратып қазір. Керемет бір жақында сыныптасым шомыс басып қатсын, оны дайындалып кішігірім. Одан бөлек тіске қарасаң тісің ауырмайды, тісің ауырса басың ауырады, басың ауырса бар жерің ауырады. Мазаң қашады, сондықтан тістеріңізге қарап жүріңіздер. Тіске келдік. Все, жолғамыз шықтық. Есіңіздің алды, скейтбордтар қанша? Скейтбордтар, скейтборд емес, өтек дейтін ғой.
киім көріп өтектейді ма? Кезіндегі сенің мамаң, папаң, атанаң қолданған телефондар міне. Мысалы, бұны қалай қолданады? Мінекей. Мысалы, осы кезде 8777 деген номер тердік. Бір керемет түрі бар. Яғни сен осы өмірден өткен кезде де саған тоқтамай сауап барып тұратын амалдар бар екен. Оны садақа теңдесі жоқ. Болашақ дін мамандарын дайындайтын жер, еліміздегі жалғыз исламның қара шаңырағы деуге де болады. Қазіргі таңда университетте 1500 адамдық ғимаратта 3000 студент білім алып жатыр. Яғни сұраныстың көбеюіне байланысты 2019 жыл университет 4000 студентке арналған 9 этаждық ғимаратты бастаған. 5 жылдың ішінде небәрі 3-ақ қабат қана біткен. Осындай бір керемет сөз бар да, жұмыла кіріскен іс жеңіл болады деген. Біз болып, сіз болып бір қайырлы іспен айналысып, осы астында сілтемеге өтіп, 100 теңге болсын, 200 теңге болсын, қанша бере аласыз, өзіңіздің құрметті жаңашыл жандар, сіздердің беріп жатқан садақаларыңыз сөзсіз сауабы үзіксіз барып тұрады. Қаншама қариялар, ғалымдар бітіреді, солардың да амалдарынан білесіздер. Яғни сауабы сіздерге де жазылады. Қазіргі таңда студенттер аудитория тапшылығынан мешітте, жатақханада 3 ауысыммен оқып жүр. Ендігі келер оқу жылында студенттерді аудиториямен қамтама жасау өте қиын болып жатыр. Бұл университеттен қаншама білімді, білікті дін мамандары, ұстаздар шыққан, осы еліміздегі зор үлесін, яғни рухани, діни зор үлесін қосқан мамандар бар, оның бәрін білеміз. Сізде артыңыздан үздіксіз сауап баруын қаласаңыз, оны астында сілтемеге өтіп, 5 теңге болсын, 1000 теңге болсын, тіпті өзіңіз қалаған сумманы жіберейін. Түнгі сағат 3-тен 25 кетті. Біз Түркістаннан енді Алматыға қарай жолға шығамыз. Мына жақта адамдар ұйықтап отыр, сол үшін жай сөйлеп жатырмын. Макеттарымыз дайын. Құдай қаласа, кешке дейін Таразға жетіп алсақ деген үміттеміз. Ақ жол тілеп қойыңыздар. Құдай қаласа Таразға жолыққанша. Атысы күннің батысы деп. О, шіркін-ай. Неғып кішкентай кезімде дальнобойщик болды, армандамадым екен. Мына закатты қарасаңыздар. Ойба. Рассвет қой закатыңыз. Осы рассветті артқа тастап, айнадан көріп Алматыдан шығып едік енді. Күнге қарама қарсы Алматыға қарай наоборот шығып жатырмыз. Жол болсын, аман есен Таразға жетіп алсақ болды. Таразда демалып, ары қарай Алматыға. Енді тезірек баратын шығармыз көп жерге. Тоқтаймыз ба? Тоқтамаймыз ба? Бармаймын. Мына екі тал не үшін тұр деп тұрсыздар ба? Ой, бізге арналғандай болып тұр ғой. Талдың көмегі осындайда жолда тиеді екен жіктер. Ой, талдар жақсы ғой. Тал жақсы, шөп жақсы, жапырақ жақсы. Кеттіге бақ, бұл жүрек. Баяғыда деймін да, осы ата-бабаларымыз машина анау мынау демей бір айғырмен арлап шыққан ғой. Мына ұлан байтақ, ұлан асыр жерімізді ұлан ғасырдың өлеңін қойшы, бір билеп олай. Театрға Қызыл көпірден өтті. Қызыл көпірдің балығын жейміз ба деп 100-бен өткетпіз ғаны жерден. Өтіп кеткеннен кейін барып көріп жатырмын да. Балықтың иісі бірақ осы жерге дейін шығып тұр, осы жерге. Бағана. Ой, бұл жақсы ғой. Бір су алып шлемнің визорын жуып алу керек еді. Шіркей жабысып көзімді байлап жатыр. Таразға 228 километр алыпты. Өстіп, әңгіме айтып жатып дем алып жетерміз. Мына бетте тамақ ішетін жер бар ма бұлай? Мен байқамаппын. Оның бір жақсы бір сушняк, жақсы бірдеңе болса жеп алады. Ой, Аллаға шүкір. Кино болып тұр, ой екеуі кино болып. Біз ғана ғой бір жеп отқан. Тұрын қара. Бері қараш кәдім.
Қошқар мен текедегі теке ұқсап отсын қарасай. Қошқар досым, бақыт деген не осы? Білмеймін теке. Алматымды сағындым. Алматы сағындырады екен. Бірақ путешествие ол бөлек әңгіме да. Алматының тауларын сағындым. Алматының тауларын ба или Таразға 180 километр қалды. Зу өтіп жетіп аламыз кәз. Серевалынан өтіп баратып, керемет көрініске куә болып жатырмыз. Деген көрініс мынау, Құдай-ау. Сәл көктемде келгенде вообще әдем болатын еді жер. Жап-жасыл вообще. Құдайдың құдіреті, қарашы, таулар қандай көрінеді. Ана не жағып жатыр екен. Банясына барып түсіп кетеміз ғой деймін. Әдемі. Машат дейді бұны. Машаттың жігіттері қандай бақытты, қарашы, не деген табиғатта тұрады бұлар. Не деген табиғат бұны. Мәссаған. Сәл жүрсе тауға шығып кетеді. Бірліктеріңіз мықты болсын, осындай ауыл сақтап қалыңыздар. Статистика бойынша Қазақстанда 600 ауыл көшіп кеткен екен. 600 ауыл жоқ болып кеткен ғой. Мынандай керемет ауылды жігіттер сақтап қалыңыздар. Оларында бар кездерінде ауылдарыңа салып қандырды. Керемет ауыл. Ей, кете алмайсың ғой. Өзің емес пе маған ең жүйрік жылқыны берген деп қоямын. Құрметті достар, Теріс деген өзеннің жағасына келдік. Жамбыл облысы уже Бауыржан Момышұлы ауылынан өтіп, Теріс өзенінде бір салқындап алайық деп. Кесек, мына жақта сиырлар жатыр ғой. Ар жағына барғанға ерініп тұр. Сиырлар мекендеп жатыр екен де, арғы бетіне бар ғой ерініп тұр. Бұл негізі шынымен теріс ағаш. Мен ойлағам негізі ондай емес деп ше. Артығана теріс шығардым. Теріс ағып жатыр. Ойлағам апетті. Түсіріп бір шайып аламыз ба деп. Ыңғайсыздау екен, мына жер болмайды екен, шелек керек екен. Бақболдың ұйқысы келіп жатыр. Түрін көрсетіп қойшы. Бас безе кірейін бе? Кіршіған, давай. Бақбол, түсе алмайсың. Мұздай су, мен саған айтайын. Малсың ба сен? Әрекетіңді жаса, палуан. Білгенмін мақсатыңа жетеріңді. Мәртебен қайта көкке көтерілді. Үйіңнен алтын іздеп таппағандар білмейді өзің алтын екеніңді. Ары бар бір салым, бері келіп бір салым демей ма? Ей, бақ, болдың ба? Болдың ба не? Ос, балам шомылсын деп теріске тоқтап. Болмады бұл бала. Ауыстырам мына бала.